Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы, көлік және жол белгілері, морфология. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлік түрлері. Сабақ мақсаты: сюжетті суреттердің фотосуреттер желісі бойынша әңгіме құрастыру, сын есімнің шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімнің шырайлары. Сабағымызды бастамас бұрын бағалау критерийлерімен таныс болыңдар. Бағалау критерийлері: суреттер желісі бойынша әңгіме құрайды, сын есімнің шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін таниды, сұрақтарға жауап береді, тақырып бойынша өз пікірін білдіреді. Сабағымызды бастамас бұрын ой шақыру әдісі бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: көліктің қандай түрлері бар? Көп қолданылатын көлік түрлері қандай? Қалай ойлайсыңдар? Бензинмен жүретін көліктер тиімді ме, әлде газбен жүретін көліктер ме? Дұрыс айтасыңдар. Ендеше бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы көлік түрлері. Автомобиль сөзінің мағынасы өздігінен қозғалатын, жолаушылар және жүкті тасымалдауға арналған дөңгелекті көлік. Автомобиль 4 дөңгелегі бар көлік құралы. Ақпарат көздерінің дерегіне сүйенсек, қазір Қазақстанда 4 миллионға жуық көлік бар. 1931 жылы небәрі 109 автокөлік болыпты. Уақыт өткен сайын көліктердің саны ғана емес, түрі де көбейіп келеді. Көліктің түрлеріне әуе көлігі, жер көлігі, темір жол көлігі, су көліктері жатады. Ендеше берілген тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: тақырыпқа байланысты сөздерді кестеге орналастыр, көлік түрлерін ажырат. Дескрипторы: көлік түрлерін ажыратады, тақырыпқа байланысты сөздерді кестеге орналастырады. Тапсырма орындап болсаңдар, жауабын бірге тексерейік. Жер көлігі: автобус, мотоцикл, автокөлік. Әуе көлігі: әуе шары, ұшақ, тікұшақ, зымыран. Темір жол көлігі: пойыз. Су көлігі: катамаран, кеме, қайық. Тапсырманы орындап болсақ, келесі грамматикалық тапсырмаға назар аударайық. Сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырайлары болады. Сын есімнің шырайларының жасалуы: салыстырмалы шырай рақ рек, ырақ ірек, лау леу, дау деу, тау теу жұрнақтары арқылы жасалады. Күшейтпелі шырай күшейткіш буын қып, сап, мысалы қып-қызыл, сап-сары, өте, тым, аса арқылы жасалады. Сын есімнің жасалу жолына қарай келесі тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырма: төмендегі сын есімдерге шырай жұрнақтарын жалға. Шырай түрлерін ажырат. Шырай түрлерін қолданып, көлік түрлері тақырыбымызға байланысты сөйлем құра. Дескрипторы: шырай түрлерін ажыратады, тақырыпқа байланысты сөйлем құрайды. Тапсырма орындап болсаңдар, жауабын бірге тексерейік. Салыстырмалы шырай: үлкендеу, кеңдеу, ұзындау, дәлірек. Күшейтпелі шырай:
өте дәмді, өте жұмсақ, тым ауыр, жап-жарық. Минивэн көлігі 7 адамға дейін отыра алатын кеңдеу көлік түрі. Бұл тапсырманы орындап болсаңдар, келесі тапсырмамызға көшейік. 3-ші тапсырма. Тақырыбымызға байланысты көлік нөмірлеріндегі соңғы 2 санның қай аймаққа тиесілі екенін сәйкестендір. Дескрипторы. Көлік нөмірлеріндегі соңғы 2 санның қай аймаққа тиесілі екенін сәйкестендіру. Өз жауаптарыңды тексеріңдер. Нұр-Сұлтан қаласы 01, Алматы қаласы 02, Ақмола облысы 03, Қызылорда облысы 11, Оңтүстік Қазақстан облысы 13, Шығыс Қазақстан облысы 16. Тапсырманы сәйкестендіріп болсаңдар, келесі тапсырмамызға көшейік. 4-ші тапсырма. Мен саяхатқа барамын. Қай көлік түрін таңдаймын? Неліктен? Себебі. Сын есімнің шырай түрлерін пайдалана отырып, мәтін құрастыру. Дескрипторы. Өз ойын дұрыс жеткізеді. Шырай түрлерін пайдалана отырып, мәтін құрайды. Бүгінгі сабақта көлік түрлері сын есімнің шырайлары туралы ақпарат алдыңдар. Тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап бердіңдер. Суреттер желісі бойынша әңгіме құрадыңдар. Қосымша тапсырма. Келешектің кемеңгер көліктері тақырыбында сурет салу. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар.